2 тамыз 2025 жыл жұма күніне арналған толық жұлдыз жорамал. Тоқта 21 наурыз 19 сәуір. Бүгін сенің көңіл күйің ерекше тұрақсыз болуы мүмкін, сол себепті маңызды шешімдерден аулақ болған жөн. Таңертеңгі уақытта ішкі тыныштыққа көңіл бөл, медитация немесе таза ауада серуен пайда келеді. Жұмыс барысында сені біреудің әрекеті ашуландыруы мүмкін, бірақ жауап берер алдында терең тыныс алып, сабырлықпен жауап. Бұл күн ішкі шыдамдылық пен ересектік танытуға сынақ. Кешке қарай отбасы мүшелерінен немесе жақын достарыңнан қолдау көресің. Сенің жан дүниеңде болып жатқан өзгерістер босқа емес, олар сені жаңа деңгейге дайындап жатыр. Егер шығармашылықпен айналысатын болсаң, шабыт келеді. Бастысы бүгін бәріне бір сәт кідіріп, дұрыс қадам жасауды үйрену. Торпақ, 20 сәуір, 20 мамыр. Сен үшін бұл күн тұрақтылық пен шынайы құндылықтарды қайта бағалау күні. Қаржылық мәселелер туындауы мүмкін, бірақ сабырлы бол, бәрі ретімен шешіледі. Біреудің уәдесіне сүйеніп әрекет етпеген дұрыс. Түстен кейін отбасыңмен немесе үй ішіндегі жағдаймен байланысты шаруалар алға шығады. Сен үшін үй қуаттың қайнар көзі, сондықтан жайлыққа назар аудар. Жақын адамдарыңа кішкене уақыт бөліп, оларға қолдау көрсетсең, саған екі есе қайтады. Денсаулығыңа да мән бер, дұрыс тамақтану мен ұйқы режимі маңызды. Кешке кітап оқу немесе музыка тыңдау арқылы тынышталуға кеңес берем. Егіздер, 21 мамыр, 20 маусым. Бүгін сенің күнің шулы және оқиғаларға толы болуы мүмкін. Бірнеше бағытта бірдей жұмыс істегің келіп тұрады, бірақ бір істі соңына дейін жеткізуді ұмытпа. Жаңа таныстықтар мен қарым-қатынастар белсенді түрде өрбиді, әсіресе кәсіби салада. Бірақ әр айтылған сөзге сенудің қажеті жоқ, тексерілген ақпаратқа ғана сүйен. Сөйлесу стиліңе абай бол, кей сөздерің реніш тудыруы мүмкін. Бұл күн идеяларды бөлісуге, пікір алмасуға, шабыт табуға өте қолайлы. Тек бәрін тізгіндей біл. Кешке кітап оқу немесе музыка тыңдау арқылы тынышталуға кеңес берем. Шаян, 21 маусым, 22 шілде. Ішкі сезімдер мен естеліктер бүгінгі күніңді басқарады. Жақын адамдармен сөйлесу саған ерекше энергия береді. Кейбір шаяндар бұрынғы қарым-қатынас жайлы ойланып өткенге оралуы мүмкін. Бірақ бұл саған қажет пе, соны саралап көр. Қазіргі таңда жүрегіңде бос орын бар ма, соған жауап бер. Қаржылық жағынан күтпеген шығын болуы мүмкін, сондықтан артық нәрседен бас тартқан жөн. Жеке кеңістігіңді сақтау маңызды, бәрін бірден шешуге тырыспа. Бұл күн эмоцияны басқаруға, өзін тыңдауға және жүрекке жақын адамдарға көңіл бөлуге тамаша мүмкіндік. Арыстан, 23 шілде, 22 тамыз. Сенің маусымың қызу жүріп жатыр, ал бүгін ерекше жарқырайтын күнің. Өз-өзіңе деген сенім артып, басқалар да сені байқай бастайды. Егер сахнада, көпшіліктің алдында сөйлеу, таныстыру сияқты іс-шаралар болса, сен үшін оңай өтеді. Алайда өзіңді тым жоғары қойып, басқаларды елемеуден сақ бол. Энергияң мол, бірақ оны дұрыс бағытта пайдалану қажет. Шығармашылық салаларда үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік бар. Кешке мерекелік көңіл күй, біреумен романтикалық кездесу болуы мүмкін. Бастысы жүрекпен шешім қабылда, бірақ ақылмен әрекет ет. Бикеш, 23 тамыз, 22 қыркүйек. Бүгінгі күн сен үшін жан тыныштығын, тәртіп пен тазалықты қалайтынын көрсетеді. Көптен бері кейінге қалдырып жүрген шаруаларды реттеуге таптырмас уақыт. Айналаңдағы артық нәрселерден құтылып, кеңістік тазартсаң, ойың да тазарады. Жұмыс пен жеке өмір арасындағы шекараны сақтауға тырыс. Денсаулыққа байланысты жеңіл шаршау сезілуі мүмкін, су ішуді ұмытпа, дұрыс ұйқыға мән бер. Қарым-қатынаста нақты сөйлесуге тура келеді, бұлыңғыр ойлар түсініспеушілік тудырады. Бұл күн ішкі тәртіп пен нақтылықты ұстанатын бикештер үшін жемісті болмақ. Таразы, 23 қыркүйек, 22 қазан. Таразы үшін бұл күн теңгерімді сақтау мен айналадағы үйлесімділікті реттеуге бағытталған. Сен үшін біреудің ренішін шешу, ортада мәмілеге келтіру маңызды болады. Бірақ өзіңді екінші орынға қойма, сен де назар мен қамқорлыққа лайықсың. Жаңа таныстықтар күтілуде, бірақ шынайы достар мен уақытша адамдарды ажыратуға тырыс.
Шығармашылық шабыты артып, сән немесе өнер саласына қызығушылық пайда болуы мүмкін. Кешкі уақытта романтикалық сәттер немесе терең әңгіме болуы мүмкін. Әдемі сөздер айтып, жүрекке жылу сыйлайды. Сары шаян, 23 қазан, 21 қараша. Бүгін сенің сезімің терең, ішкі түйсік күшейеді. Бұрынғы бір оқиға қайта ойға оралуы мүмкін. Кешірім мен босату басты тақырып. Егер біреумен ұзақ уақыт бойы түсініспеушілік болса, оны шешуге қолайлы күн. Құпиялар ашылуы мүмкін, бірақ олар сенің пайдаңа жұмыс істейді. Жұмыста сәл күмәншілдік байқалуы мүмкін, бірақ сенің ішкі даусың сені дұрыс бағытқа жетелейді. Қаржылық жағынан күтпеген көмек не пайда болуы мүмкін. Кешке жалғыз қалып терең ойға батқан пайдалы. Түнгі армандар ерекше болуы мүмкін, мән беріп көр. Мерген, 22 қараша, 21 желтоқсан. Бүгін сенің ішіңнен шытырман, еркіндікке деген құштарлық оянады. Жаңа нәрсе үйренуге, саяхаттауға немесе рухани даму жолында қадам жасауға ұмтыласың. Біреу саған шектеу қойғысы келуі мүмкін, бірақ сен бүгін ешқандай кедергіге көнгің келмейді. Білімге, ізденіске, мотивацияға толы кезең. Егер оқумен, жазумен немесе шетелмен байланысты іс болса, сәттілік серік болады. Достарыңмен қызықты әңгіме немесе кездесу мүмкіндігі жоғары. Тек тым асығыс шешім қабылдап, қателік жасап қоймауға тырыс. Бұл күн алға жылжу үшін күш жинайтын уақыт. Тәуешкі 22 желтоқсан 19 қаңтар. Сабырлы, нақты, мақсатшыл тәуешкілер үшін бүгінгі күн өз істерін тиянақтауға өте қолайлы. Сәл шаршау байқалуы мүмкін, бірақ өзіңе демалуға рұқсат берсең, күшің қалпына келеді. Қаржылық және кәсіби мәселелер басым болады, кейбір жоспарлар қайта қаралуы мүмкін. Бұл күн алға емес, артқа бір қадам шегініп, бәрін саралап алуға жақсы. Біреу саған қолдау көрсетеді, бірақ ол күтпеген адам болуы мүмкін. Жақындарыңа жылы сөз айтып, қарым-қатынасты жақсартуға мүмкіндік туады. Эмоцияны емес, логиканы таңдасаң жеңесің. Су құйғыш, 20 қаңтар, 18 ақпан. Бүгін ерекше ойлар мен ерекше идеялар басыңнан шықпай қоюы мүмкін. Стандарттан тыс ойлау, сенің басты артықшылығың, соны пайдалана біл. Айналаңдағы адамдар сені дұрыс түсінбеуі мүмкін, бірақ өз бағытыңнан тайма. Бұл күн жаңа жоба бастауға, топпен жұмыс істеуге, пікір алмасуға өте қолайлы. Егер технология, дизайн немесе медиа саласында жүрсең, жарқырайсың. Бірақ эмоция мен сөздің шекарасын ұмытпа. Жақындарыңа да назар аудар, оларға да сенің жылы жүзің қажет. Балықтар, 19 ақпан, 20 наурыз. Бүгінгі күн сені армандар мен шынайылықтың арасында тербетіп тұр. Сезімталдығың күшейіп, біреудің айтқан сөзіне ренжіп қалуың мүмкін. Бірақ әр нәрсені жүрекке жақын қабылдай берме, бәрі өз ретімен келеді. Шығармашылық шабыт, сурет салу, ән айту, жазу сияқты істермен айналыссаң, нәтиже керемет болады. Қаржылық жағынан күтпеген жаңалық болуы мүмкін, біреу көмектесуі де ықтимал. Кешкі уақытта тыныш ортада болуға тырыс, артық уайымнан арыл. Сенің жаның нәзік әлем, оны қорға. Міне, бүгінгі 2 тамыз жұлдыз жорамал осындай болды. Егер айтылған жорамал сіздің көңіліңізден шықса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Пікірге қай белгіде екеніңізді жазып қалдырыңыз, қай белгіден көп көрермен екенін білгіміз келеді. Ертең де дәл осылай жұлдыз жорамалмен жолығамыз. Жаңа күн, жаңа мүмкіндіктерге толы болсын. Келесі кездескенше.